Балалар, бүгін сабағымыз 101-ші сабақ өзіңді тексер дейді. Бірінші атау берілген сөз табын туралы білетінді айт дейді. Нені білдіреді дейді. Зат есім нені білдіреді дейді. Зат есім қараңыздар. Адамның, жануардың, заттың, жер суатын атын білдіреді екен, е? Ал қандай сұрақтар жауап береді? Кім, не, кімдер, нелер деген сұраққа жауап береді екен, е? Ары қарай бізде екінші атау сөздерді оқы. Әр қатарда берілген 5 сөздің қайсысы артық неге дейді. Алатау, Алматы, Өзен, Маңғыстау, Жамбыл дейді. Бұл жерде өзен деген сөз артық екен, бұл жалпы есім екен. Елік, қояндар, алмалар, құстар, қаламдар. Бұл жерде артық біз елік екен, бұл біз елік жекеше түрде айтылып тұр. Қаламдар көпшетілді түрде екен, қояндар, алмалар, құстар, қаламдар деп. Үшінші ай күміс, атана, асық, жілік, тасбақа деген сөздер. Бұл жерде бізде артығы ай деген екен, дара зат есім екен. Қараңыздар балалар. Мына бірінші сөзде өзен жалпы есім, елік жекеше түрде зат есім екен, артығы ай дегеніміз дара зат есім екен. Мына үшінші атау оқы. Бұл үзінді қай ертегіден екенін есіне түсір дейді. Бұл ертегі бізде күшік пен қасқыр ертегісінен алынған екен. Қарны ашқан күшік тауда қаңғып жүрсе, қасқыр жүгіріп келіп, «Ей, күшік, мен сені жеймін» депті. «Қой, көкешім, қой, әуелі мені тойғыз, содан кейін соны жерсін» депті. Күшік, қасқыр, жарайды, мен соңынан қалмай ере бер депті. Ертегіден зат есімдерді теріп жаз, олардың түбір не қосымша екенін тапты. Ертегіні әрі қарай жалғастырып көр дейді. Арға ертегіні былай жалғастырып көрсек болады екен, қараңыздар. Әуелімен тойдырып ал, сосын шейсін дейді. Қасқыр келіседі. Күшік жүгіріп ауылға барып адамдардың арасына кіріп кетеді. Қасқыр оған жете алмай қалады, естіп? Мағынасы ақылды адам қиындықтан айламен құтылады деген сөз екен, Бұл жерде қарап тұрсақ, зат есімдер қарны, күшік, қасқыр, көкешім, тауда деген сөздер екен, Бұл жерде зат есімдер бізде. Арғай төртінші жаттығу. Қай сөздер көп дейді. Жалпы есім және жалғыз есім дейді. Жалпы есімдерді көшіріп жаз дейді. Жалпы есімдер кіші әріппен жазылады. Міне бесік, ертегі, оқушы, көз, сөз табы. Жалпы есімдер. Ал жалғыз есімдер жайық, жиренше, тайбурыл деген сөздер екен. Бізде бұл жерде бізде жалпы есімдер көп екен. Міне қараңыздар. Жалпы есімдер бесік, ертегі, оқушы, көз, сөз табы дейді. Міне жалпы есімдеріміз осы екен. Бізде ары қарай 5-ші атау өлеңді түсініп оқы. Білмейді омар ораздар, жұмбақ сырлар біраз бар. Неге ұшпайды түйеқұс, күркетауық қораздар? Дақпар не күнде, соны айтпаса білінбе. Неге жалғыз тұрады, көртышқандар інінде? Өлең күрделі зат есімдер тап, өлеңді сұрақтар жауап бер, энциклопедиядан тауып жаз дейді. Өйткені олардың денесі ауыр, қанаттары қысқа болғандықтан жақсы ұша алмайды екен, түйеқұстар. Күнде күн дақтары болады, олардың күннің бетіндегі қараңғылау аймақтары екен. Міне. Ал үшінші көртышқандар неге інде жалғыз тұрады? Өйткені көртышқандар көбіне жалғыз өмір сүреді. Әрқайсысы өз інде тұрады екен. Міне. Күрделі зат есімдер түйеқұс, күркетауық, көртышқан деген сөздер екен. Міне. Мына жауаптары. Балалар, осы сабағымыз аяқталып, келесі сағат кездескенше сау болыңыздар. Каналымызға келіп ұмытпаңыздар.